Мен Айда Шарапат Аралқызы, Жанатау орта мектебінің 5 сынып оқушысымын. Тақырыбым мен еріктімін. Жетекшім Бекбаева Гүлнар. Мен еріктімін. Себебі мен егемен елдің азаматымын. Еліміздің кез келген азаматы сияқты мен білім алуға, білімді жалғастыруға еріктімін. Сабақтан тыс уақытымды өз қолымша өткізуде де еріктімін. Сондықтан мен ол уақытты босқа жоғалтпай, орнымен пайдалануға тырысамын. Яғни табиғатты қорғауға өз үлесімді қосамын. Табиғатты қорғау бұл табиғи жер және су ресурстарын ұтымды пайдалану. Адам табиғаттың ажырамас бөлігі. Табиғат пен адам қатар ұғым. Адамсыз табиғат, табиғатсыз адам өмір сүруі мүмкін емес. Адам табиғатты қасиет тұтуы керек. Табиғат тіршіліктің құт берекесі. Табиғатты қорғау міндетіміз. Қазіргі кезде экология мәселесі нашарлап кетті. Табиғатты қорғау, сақтау қазіргі жастар мына біздің қолымызда. Бір тал кессең 10 тал ек демекші, мен өзімнің туған өлкеме қарағай, шырша, терек, тағы да басқа ағаш түрлерін екпекпін. Тыңдағандарыңызға рахмет.